Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай дамский пальчикидің рецептімен бөлісетін боламын. Және де бұл рецепт арқылы сіздер эклеры немесе профитроли пісірсеңіздер де болады. Сол үшін де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Енді оның үстіне сары майымызды саламыз. Сары майымызды салғаннан соң, оны газдың көзіне қойып, жарты қасық тұз салып, оны сары май ерігенге шейін ұстайтын боламыз. Міне осылай қайнап жатқан кезінде ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Үздіксіз және жақсылап араластырамыз. Осылай қоюлана бастап, және табанның астына жабыса бастаған кезде оттан түсіреміз. Ең алдымен заварной тестамызды суытып алатын боламыз. Сол үшін мен оны басқа ыдысқа салып, суытатын боламын. Суығаннан соң оған жұмыртқамызды қосып араластыратын боламыз. Жұмыртқамызды қосқаннан кейін біздің массамыз бір-бірінен бөліне бастайды, бірақ сәл араластырғаннан кейін ол біркелкі болады. Сол үшін жақсылап араластырыңыздар. Екінші жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Міне біздің консистенциямыз осындай болып шығуы қажет. Егер қою болса, тағы да бір жұмыртқа қосыңыздар. Енді қамырымызды кондитерский мешокқа және де осындай насадкалармен де істесеңіздер болады. Егер кондитерский мешок және насадка болмаса, жай ғана салфанмен де немесе қасықпен де салып шықсаңыздар болады. Ұнымызды алып, оның үстіне пергамент қағазын жаямыз. градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Міне пісті, осындай сарғыш түсте болуы қажет. Осындай воздушный күшті болып шығады. Қалған заварной тестамызды да пісіріп аламыз. Енді кремін жасайтын боламыз. Кремі өте оңай, сметана крем. Сметанамызға сахар қосып, оны жақсылап араластыратын боламыз.
Енді кремімізге манағы заварной чесналарымызды салып, осылай видеода көрсетілгендей қылып істейтін боламыз. Міне біздің дамский пальчикіміз дайын. Өте керемет және воздушный болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріп дәм татып көріңіздер. Сіздермен болған мен Аялым. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.